87-ші сабақ. 87-й урок. Сұлулықты сақтайық. Давайте сохраним красоту. В третьем задании, внимательно прослушав информацию и используя стикеры, нужно заполнить таблицу. Киік қойға ұқсас жануар. Сайгак животное похоже на овцу. Монголия мен Қазақстанда ғана сақталған. Сохранился только в Монголии и Казахстане. Киіктер шөл және далалық аймақтарда тіршілік етеді. Сайгаки обитают в пустынных и степных районах. Текелерінің бойы 126-150 сантиметрдей. Салмағы 37-49 килограммдай. Ал ешкілері кішірек 109-127 сантиметрдей. Салмағы 22-37 килограммдай болады. Высота козлов около 126-150 сантиметров. Вес около 37-49 килограммов. А козы мельче около 109-127 сантиметров. Вес около 22-37 килограммов. Текесінің мүйізі бар, ешкісінде мүйіз болмайды. У козла есть рога, у козы рогов нет. Жаз айларында арқа түсі сарғыштау болады. Қыста түсі ақшылдау болады. В летние месяцы окраска спины желтоватая, зимой беловатая. Олар жылына бір рет мамырдың басында төлдейді. Они рожают один раз в году в начале мая. Киіктер үшін қасқыр қауіпті. Волки опасны для сайгаков. Оның жас төлдеріне бүркіт, дала қыраны мен қарақұстар да шабуыл жасайды. На их молодняк нападают также беркуты, степные орлы и орлы-могильники. Киіктің еті дәмді, мүйізі мен тұяғы, терісі құнды. Мясо сайгака вкусное, рога и копыта, шкура ценные. Оның мүйізінен пантакрин дәрісін жасайды. Тұяғын күйдіріп, теміреткіге жағады. Из его рогов делает лекарство пантакрин. Копыта сжигают и золу прикладывают к лишаям. Үкімет киіктерді 2006 жылы қызыл кітапқа ендірді. Государство включило сайгака в Красную книгу в 2006 году. Өйткені олар азайып бара жатыр, потому что их становится все меньше. Оларды қорғау жұмыстарына 200 миллиондай қаржы бөлінеді. На работы по их защите выделено финансов около 200 миллионов.